Құрметті менің каналыма тіркелушілер, бүгін біз үй жағдайындағы ірімшік дайындаймыз. Ең алдымен бізге сүт керек. Бісміллах деп сүтімізді қазанға құямыз. Сүт болғанда бұл үй сүті болса жарайды, және де магазиннің сүтінің 3%-дан жоғарғы 6%-ға дейінгі сүттер болса жарайды. Сүтімізді сүзгіден өткізіп, жай отқа қойып қоямыз. Сүтіміз піскенше 200 грамм 20%-ық қаймақтың үстіне 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және сүтімізге 1 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және қайнаған сүттің үстіне қаймағымыз бен сүтімізді салып, жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Отымыз өте баяу болу керек. Егер қатты от болып кететін болса, сүтіміз тасып, одан кейін ірімшігіміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан отымызды өте баяу қылып, бір қалыпта қылып қайнатып тұрамыз. Және үнемі араластырып тұруымыз керек, өйткені сүтіміздің түбіне ол ірімшігіміз қатып қалуы мүмкін. 3-4 минут көлемінде жай отта қайнатқаннан кейін бізде сүтіміз кәдімгідей іріп, ірімшікке айналады. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай сары суы бөлінеді. Оның үстіне таза марлымызды қоямыз да жаңағы ірімшігімізді сүзіп аламыз. Марлымыз таза болу керек, және де астына бір су ағатын ыдысты қойып, ірімшігімізді соның үстіне салып сүзіп аламыз. Барлығын қалдырмай сүзіп аламыз. Және осы сүзіп алған ірімшігімізді табаны тесік бір ыдысқа саламыз. Мен кәдімгі қаймақтың түбін тесіп салдым. Неге бұған салдық десеңіздер, бұның түнімен суы ағып тұру керек. Бір күнге қалдырып қоямыз. Және ішіндегі суын барлығын ағызуымыз керек. Ағызу үшін мен кружкамен үстінен басып, біраз уақытқа қалдырып қойдым. Және суы аққаннан кейін холодильникке салдым. Енді мінекей дайын болды біздің үй жағдайындағы ірімшігіміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай формасын ұстайды. Және кәдімгідей қатты ірімшік болып тұр. Мінекей өте әдемі ірімшік пайда болды бізде. Бұл ірімшіктерді үйде кез келген уақытта жей берсеңіздер болады. Дәмі деген өте дәмді. Бір істегеннен тоқтамай жегің келе береді. Және де үй жағдайында балаларыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріп, менің каналыма тіркеліп, астына комментарияларыңызды жазсаңыздар болады. Және де менің каналыма көптеген жаңа видеолар шығуына сіздердің көмектеріңіз керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және колокольчикті басып қойсаңыздар, келесі менің видеом шыққан кезде сіздерге міндетті түрде хабарландыру барып тұрады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.